Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен исламтанушы психолог Мералы Раушан. Сіздерге бүгін имам Ғазалидің Ихя улумуддин кітабындағы көпшілікпен тамақтану әдептеріне тоқталғым келіп отыр. Имам Ғазали көпшілікпен тамақтану әдептерін 7 түрге бөліп қарастырған. Ислами әдеп бойынша ең бірінші тамақты жасы үлкен немесе жолы үлкен адам бастауы керек. Одан бұрын тамақты бастауға болмайды. Егер де сіздің жасыңыз үлкен, жолыңыз үлкен, беделді адам болып тамақ бастауға лайық болсаңыз, қалған адамдарды көп күттірмей тамақты бастауыңыз керек. Екінші әдеп, көпшілікпен тамақтану барысында үнсіз отыруға болмайды. Тамақ жеу процесі кезінде жақсы сөздерді айту керек, салихалы әңгімелерді айту керек. Ал өсек, ғайбат, біреуді жамандау, біреуге кінә арту деген сияқты нәрселерді айтуға тыйым салынады. Үшінші әдеп, табақта серігіне қарайлап отыру керек, яғни қасындағы адамдардан артығырақ жеуге ниеттенбеу керек. Керісінше басқа адамдардың қамын ойлап, сол адамдар жесін деген сияқты жанашырлық таныту керек. Тіпті табақ ортақ болған жағдайда ол адамдардың, яғни қасыңыздағы адамдардың рұқсатынсыз мен бұдан көбірек жеуім керек деп тамақты опырып көп жеу харам үкіміне жатады. Егер қасыңыздағы адам тамақ жеуден ұялып, қысылып отырса, ол адамға тамақтан алыңыз, жеңіз, алдырыңыз деген сияқты сөздерді айтып, тамақ жеуге ынталандыру қажет. Ал 3 реттен көп алдырыңыз, жеңіз деп қайта-қайта айта беру әдепке жатпайды. Қасыңыздағы адам ұялып, қысылып отырған жағдайда оны тамақ жеуі үшін ынталандырып, ант ішуге, яғни уаллахи билляхи тамақ деген өте дәмді, ішіңіз, алыңыз деген сияқты сөздерді айтуға болмайды. Хасан ибн Али радиаллаху анху тамақ ішу ант ішісуге тұрарлық нәрсе емес деп айтқан. Төртінші әдеп, жанында отырған немесе үйіне келген кісіге алыңыз, алдырыңыз деп айта беруге мәжбүр қылуға болмайды. Бесінші әдеп, қолын құманмен шылапшынға жуудың ешқандай әбестігі жоқ. Егер қасыңызда адамдар болса, шылапшынға түкіріп, қақырып сияқты бейәдеп қылықтар жасауға болмайды. Келген адамдарға, қонақтарға қызмет ету кезінде шылапшынға құманмен су құйып жатады. Осындай кезде оң жақтан бастау, кезекті сақтау, тіке тұрып, яғни қолын жуушы адамға ыңғайсыздық тудырмас үшін отырып құюға да болады, тіке тұрып құюға да болады, және де суды үзік-үзікпен асықпай құю жөніндегі нәрселерде әдепке жатады. Үй иесі келген қонағының қолына өзі су құйғаны дұрыс дейді. Имам Шафиғи имам Маликтің үйіне қонаққа барған кезде имам Малик өзі қолына су құяды. Сол кезде бұған таң қалмай қойыңдар, қонағын құрметтеу парыз деп айтқан екен. Алтыншы әдеп, жанындағылар тамақ жеп жатқан кезде олардың тамақ жеуіне, отырыстарына көз тігіп, бақылап, қарап отыруға болмайды. Бұл бейәдеп қылыққа жатады. Тамақ жеп болған соң, басқалар тамақ жеп отырғанына қарамастан орнынан тұрып кетуге немесе табақтан қолын алып, тамақты болдым деген сияқты сыңай танытуға болмайды. Яғни басқалар жеп отырған кезде өзі тойса да аз-аздан тамақ жеп басқалардың ыңғайына да қарау керек. Жетінші әдеп, көпшілікпен тамақтану барысында жиіркенішті қылықтарды жасамау керек. Мысалға, кекіру, басын қасу, тамақты аузына салар кезде басын тамаққа қарай жақындату сияқты бейәдеп қылықтардан аулақ болу керек. Егер аузынан бір нәрсе шығаратын болса, табақтан басын алып кетіп, сол жаққа қарап, яғни басқа адамдарға көрсетпей алып тастау керек. Ислам әдебіне сай, әрбір мұсылман адам көпшілікпен тамақтану барысында өзінің алдынан жеу керек және де ең бастысы тазалық қағидаларын сақтау керек. Құрметті оқырмандар, бүгінгі тақырып сіздерге ұнаса, каналға жазылып, қолдау беріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар өз ойларыңызбен, білетін білімдеріңізден бөлісіп, комментарийға жазуды да ұмытпаңыздар.